Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Алматы тауларында жасанды жолмен қар көшкіні жүргізілді. Елімізде барлығы 619 көшкін қаупі бар учаске бар. Алматы облысының тауларында Ақбұлақ тау шаңғысы базасының аумағында қар көшкінін алдын ала жүргізу жұмысы жүргізілді. Көшкіндердің жалпы көлемі шамамен 780 метрді құрады. Бұл туралы Сарбаз.kz Қазақстан Республикасы ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды. Министрліктің хабарлауынша 2023-2024 жылдардағы көшкін қаупі бар кезеңнің басынан бастап қар көшкінінің 6 профилактикалық түсуі, 157 жер үсті зерттеуі және көшкін қаупі бар учаскелерге 3 аэровизуалды тексеру жүргізілді. Қар көшкінінің 14 өздігінен түсуі тіркелді. Қар массасының көлемі шамамен 24 мың текше метрді құрады. Алматы қаласы мен Шығыс Қазақстан облысының таулы аудандарын қорғауды 1903 қар ұстайтын қалқан қамтамасыз етеді. Көшкін жағдайының мониторингі Қазселенден қорғаудың 78 тұрақты бекеті 24 маусымдық көшкін маршрутымен жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда қосымша және мобильді посттар орнатылды. 30 диспетчерлік пункт тәуелдік бойы жағдайды және көшкін қаупі бар жағдай туралы мәліметтерді өңдеуді және талдауды жүзеге асырады. Елімізде Алматы, Шығыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Жетісу облыстарының таулы аудандарында барлық 619 көшкін қаупі бар учаске бар. Әсер ету аймағына 4,6 мыңнан астам адам, 234 объект және республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар 159 км автожол кіреді. Бұл қауіпті учаскелерде 102 ескерту қалқаны орнатылған, делінген министрлік хабарламасында. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк демесін басып кетулеріңізді сұраймыз.